Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қалайсыздар? Мал-жандарыңыз аман ба? Бүгін бізде сиыр туған. Бұл сиырды айтайын деген, бұл жайылыста жүрген сиыр. Кешкісін жайылып кететін, қораның жанына шу салып қоямыз. Тойынып тұрған кеше көрдім, бірақ әдейі қамамадым. Себебі қамасам бұл сиырлар андай бөлек қамап қойсаң шоковое состояние болады да, сиыр туа алмай қалатын еді. Бұйырады деген осы, бұйырды енді. Үсті жаңа туған. 15 градус аяз кіргіземін. Сосын айтады, типа сауын сиырларда аналық инстинкт болмайды деген сияқты. Міне сол қасында сиыр мүңгіреп тұр. Аналық инстинкт болады. Осыны қазір мен ящикке қамап тастаймын. Қамаған кезде бір күн, екі күн мүңгірейді, аналық инстинкт жойылады. Бұзау ящиктен порошогын жеп, витамин жеп тұрады. Сиыр күнде сүт өнім дайырке салғасын, ары қарай жеммен дайырке алданып сөйтіп сүт бере береді. Баршаңызға рахмет, каналға тіркеп қолдап қойыңыздар. Тағы да қазір видеоларды салып тұрмын қайта қойғанымды. Міне бұзау дейтін көтеріп әкелдім, мамасы атын ілесіп, аналық инстинкт оянып тұр, жоғалып тұр. Қораға дейін кіргіземін. Сыртта жайылып жатқан қашарлар, сиырлар. Ақ жаққа шөп саламыз біздер. Жеген жеп, жемеген жатақ қыл, жатады астында. Жатақ салмасаң тағы ыза болмайды. Қораға кіргіздім. Сиырмен тұр енді. Бұл желін салмаған екен. Бұны қазір жылы жерге апарып қоямыз. Жылы жерде тірі қалып тұрады. Ары қарай сосогын беріп, порошогын беріп өсіп кететін болады бұйырса. Негізінде осылай дұрысында мамасы жалап тұрғызады ғой. Бірақ бұл жердің қазір где-то 10 градус аяз, салқын бұл жер. Қора бізде утепленный, андай жылы қора емес, қарапайым ракушкадан салған қора. Соқтан цехқа апарып жылытамыз. Мамасын бөлем ұстан. Бұны аппаратқа кіргізіп, мына жақта аппарат бар, сауып, соның сүтін осы бұзауына беріп тірілтетін боламыз. Үстіне тұрғын тұрады, бірақ жылыға тез тұрады да, үсті кеуіп. Міне бұзау. Қазір осыны цехқа кіргіземіз. 2-3 сағат ішінде 3-4 сағатта жылынып, кереніп болады. Сосын ары қарай порошок сүтін ішіп, 10 күндей порошок арасында ары қарай өсіп кететін болады. Мұндай комнат, кішкентай шағын комнат ішінде жылы есік алды жата тұрады. Діріліп тіріліп кебет өсті. Араға 3-4 сағат өтті. Үсті кепті нормально. Мамасына апарып енгізіп алам бір күн. Ертеңдер ешікке қамаймын. Тұрып жүрміз. Негізінен бұл жерге әкелмей, бірінші әкеліп отыр. Әке барасын. Мамасына әкелдім. Бір той тұрып енгізіп аламыз ғой. Таңертең туған сиыр, кешкісін емгізіп, ертеңдер уже ящикке қамайын. Жалап тазартып керемет қылады. Бұзаулар осындай ящикте тұрады. Сиырды мына жерге қойдым. Осымен жағынан сүтін, жемін, шөбін жеп қарай өсіп кетеді. Бірақ 50%, 100% бәрі жақсы, мықты болып шықпайды бізден. Условия аз әзірге. Ал сондай шық. Бұзау еміп, уже үйреніп отыр. Ал құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін қарасаңыздар рахмет. Біздер бұны бұзауды бұдан ары қарай бір жұма 10 күндей өз мамасының сүтін емеді. Порошок 2 мезгіл береміз. 3 литрдан таңертең кешкісін салғанда. Содан кейін жайлып алдарында жем тұра бастайды. Жем 10 күннен кейін
жем порошокпен үстін араластырып бере бастаймыз. Содан кейін комбикормдар, әртүрлі витаминдер бере бастайды. Бірақ біздер өзімізде бұл бұзауларды 50% десем болады, 50% өліп қалып жатады. Жетімізде оңай емес асырау. Бұйырғанын аламыз енді. Біздің бұзауларымыз өсу жағы проблема. Көп жерде солай отырады. Енді дамыған бәрі уақытымен істейтіндер жақсы өсіріп жатыр ғой. Біздікі енді 100% дамыған жоқпыз ғой. Сондай. Оны ертең бөлем берсі. Ал құрметті көрермендер, видеоның соңына дейін қарасаңыздар рахмет. Каналға тіркеп қолдап келесі видеода көріскенше.